Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 7-ші сыныптағы қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы өмір мен өлім туралы. Сабағымыздың оқу мақсаты мәтін бойынша күрделі жоспар құру. Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып күрделі жоспар құруды үйренуіміз керек. Біздер бүгінгі сабағымызда Баубек Бұлқышев туралы танысамыз. Баубек Бұлқышев 1916 жылы Қарағанды облысы Ұлытау ауданында туған. Шығармаларын қазақ және орыс тілінде жазылған. 1937 жылы Алматы сауда қаржы техникумында оқи жүріп, көптеген өлең, балғалық шақ поэмасын, ауылдан Алматыға атты әңгімесін жазды. 1939 жылы Лениншіл жас газетінде әдеби қызметкер, кейін Қазақстан пионер газетінде бөлім меңгерушісі болған. 1940 жылы Кеңес армиясы қатарына шақырылады да Мәскеу әскери училищесінде оқиды. Ата дәстүріне берік, азамат, жалынды көсемсөз шебері, ержүрек жауынгер, Мәскеуді қорғау, Украинаны азат ету шайқастарының бел ортасында болады. 1944 жылдың бас кезінде Украина Днепропетровск облысы Советский ауданы майданында қаһармандықпен қаза табады. Оқушылар, сіздерге тапсырма оқылым. 152-ші беттегі 6-шы тапсырманы оқимыз. Бұнда Баубек Бұлқышевтың Шығысылына қат шығармасын оқып түсінеміз. Осы мәтін бойынша өзімізді толғандырған проблемалық сұрақтарды құрастырамыз. Үлгі. Адам өмірге мұраны қалай қалдырады? 19 жасар азамат қандай ерлік көрсетуі мүмкін? Жастық шақта адам неге қол жеткізе алады? Деген сияқты өзімізді толғандыратын, осы мәтін бойынша толғандыратын проблемалық сұрақтарды құрастырамыз. Екінші тапсырма. Балалар, біз мәтінді оқып шықтық. Баубек Бұлқышевтың Шығысылына қат публицистикалық шығармасына күрделі жоспар құруымыз керек. Ол үшін, күрделі жоспар құру үшін бірінші біз кіріспе бөліміне тақырып қоямыз. Негізгі бөлімін 3 бөлікке бөлеміз: А, Ә, Б және қорытынды бөліміне жазамыз. Сөйтіп біздер Шығысылына қат шығармасына жоспар құрып үйренеміз. Үшінші тапсырма. Өзіңді толғандырған әртүрлі мәтін жазу үшін күрделі жоспар құр. Соғыс, өмір, мектеп, ауыл қандай тақырып толғандырады сені, сол тақырыпқа мәтін жазу үшін сен жоспар құруың керек. Үлгі ретінде мен сіздерге мынандай жоспар құрдым. Кіріспе бөлім: мектеп өмірі. Негізгі бөлім: алғашқы ұстазым. Екінші: Ә, ұстазбен өткен күндер. Б, ұстазыма мың алғыс. Қорытынды бөлімде ұстаз ұлы есім. Міне осындай етіп сіздер жоспар құрып үйренулеріңіз керек. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.